Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен керемет бір таңғы кешкі астың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Негізгі бұл тағамды жаңа французское мясо дейді ғой, французша ет деп аталатын тағам. Енді бұл тағамға мен өзім кішкене өзгеріс енгіздім. Өзімнің фантазияммен фарштан емес, еттен жасайын деп шештім. Мендегі қойдың еті және осы қойдың етіне кішкене қойдың құйрығын қосып жіберемін арасына. Осылай жіңішке етіп турап аламын етімді. Енді құйрықты дәл солай жіп-жіңішке етіп турап аламын. Видеомды соңына дейін қарап, осы тағамды менімен бірге жасап көруге сізге кеңес беремін. Өте дәмді тағам. Осылай жіңішке етіп бәрін қойдың етін, қойдың құйрығын бәрін турап дайындап алам. Енді маған керек көкөністер укроп, петрушка, жуа, картоп, сәбіз, тәтті бұрыш. Көкөністерімнің бәрін тазалап, жуып, дайындап алдым. Енді осыларды турауға кірісемін. Ең алдымен картопты турап аламын. Осылай дөңгелек етіп, жіңішке етіп, турап, картопымды дайындап аламын. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Келесі кезекте болгар бұрышын тураймын. Онша қатты майдалап жібермей, ірілеу етіп, осылай турап дайындап аламын. Келесі кезекте жуаны тураймын. Жуаны да осылай екіге бөлемін да, жаңа турап аламын. Сосын сәбізді өткіштен өткізіп, бәрін дайындап аламын. Енді противинге сұйық май құйып жіберіп, противиннің бүкіл жеріне майды жағып, жан-жағына, барлық жеріне майымды осылай жағып, дайындап алып, сосын үстіне турап алған етімді, қойдың құйрығын противинге салып, осылай әдемілеп дайындап аламын. Видеода осылай көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар, өте дәмді шығады. Және үстіне кішкене тұз, қара бұрыш сеуіп жіберемін. Енді сосын оның үстіне турап алған жуаны саламын рет-ретімен. Сосын болгар бұрышын өткіштен өткізіп алған сәбізімді үстіне саламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді соңғы кезегінде бетіне картопты осылай әдемілеп қоятын боламын. Өте дәмді, керемет тағам. Кішкене тұз, қара бұрыш сеуіп жіберем. Енді бұл тағамға мен ірімшік қоспаймын. Негізі ірімшік қосып жатады ғой. Мен бүгін ірімшік қоспай, фаршсыз еттен жасап көрейін деп шештім, қыздар. Өте керемет дәмді болады екен. Осылай жасап көріңіз. Енді осының бәрін духовкаға салып, 200 градуста 40 минут пісіріп аламын. Мінекей, мен тағамым дайын болды. Өте керемет. Ірімшікте қосқан жоқпын бұл жерге, жұмыртқа да қоспадым. Құры етпен картоптан осылай жасап көрейін деп өзім шештім. Өте керемет дәмді болады екен. Осылай жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымда күнделікті өте дәмді рецепттер шығатын болады. Сол үшін каналыма тіркеліп алыңыз, мен рецепттерімді жіберіп алмас үшін.
асыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыз.